Иордания королінің елімізге ресми сапары 2 күнге жалғасты. Мәртебелі мейманды ел президенті әуежайдан өзі қарсы алып, Ақордада қабылдап, екі ел басшысы Қазақ-Иордан бизнес форумына да қатысты. Иордания королі 2-ші Абдалланың бұл сапарында екі елдің экономикалық, мәдени, әлеуметтік қарым-қатынасы жан-жақты талқыланды. Соңғы 2 жылда екі ел арасында тауар айналымы тұрақты өскен. Өткен жылдың көрсеткішінде тауар айналымы 6,3 миллион ақш долларын құрап, алдыңғы жылмен салыстырғанда 6,3%-ға артқан. Иордания елінен келген импорт 26,9%-ға өсіп, 2,6 миллион ақш долларына жетсе, ал Қазақстаннан экспорт 3,7 миллион ақш долларын құрады. Бүгінде қазақ жерінде иорданиялық капиталдың қатысуымен 59 кәсіпорын жұмыс істейді. Өнеркәсіп, сауда және көлік салаларында қарым-қатынас дамуда. Тоқаев өз сөзінде ауқымды саяси және экономикалық реформалар жүргізу арқылы осы қарқынды сақтап қалуға ниеттіміз. Сондықтан серіктестігіміз көптеген сектордың өркендеуіне септігін тигізетініне сенімдімін деді. Қазақстан Акаба портының әлеуетін пайдалануға ниетті. We are actively developing major international transport routes, including middle and north-south corridors. Біз ірі халықаралық бағыттарды, соның ішінде Орта Азия дәлізбен солтүстік, оңтүстік бағыттарды белсенді түрде дамытып жатырмыз. Ақтау және Құрық порттары Каспий теңізі арқылы жүк тасымалдауда негізгі рөл атқарады. Былтыр Құрық портында астық терминалын іске қостық. Ол жылына 1 миллион тоннаға дейін жүк өткізе алады. Бұдан бөлек Ақтауда өткізу қабілеті жылына 240 мың контейнерді құрайтын хаб салдық. Осы орайда Акаба портының стратегиялық әлеуетін бірлесе пайдалануға дайынбыз. Өздеріңізге мәлім, Иордания елімен уран саласында бірлескен кәсіпорын ашуға келістік. Әлемде Қазақстанның уран өндіру әлеуеті жоғары. Елімізге әлемдік нарықтың 40%-ға жуық үлесі тиесілі. Сондай-ақ Иорданияның агробизнес саласында да қызығушылық бар. Иорданиялық компания елімізде құс фабрикасын салмақшы. Президент Тоқаев медицина саласында да тоқталды. We welcome Kaz Biofarm's plans to establish a partnership with Jordanian company. Иордания әлемдегі жетекші медициналық орталықтардың бірі және жоғарғы деңгейде дамыған фармацевтикалық өнеркәсіпке ие ел. Иордания әлемнің 85 еліне фармацевтикалық өнімдерін экспорттап отыр. Осы орайда Kaz Biofarm компаниясының Dadvet Иордан компаниясымен бірге таяу шығыс елдермен біздің елімізге өзара вакцина экспорттауды жоспарлап отыр. Иордания королі 2-ші Абдалла бұл сапары екі елдің экономикалық ынтымақтастығын одан әрі нығайтуға мүмкіндік беретінін айтып, Қазақстан нарығына инвестиция құюға дайын екенін жеткізді. Бизнес форум аясында ауыл шаруашылығы, фармацевтика, ветеринария және қаржы нарығы салаларындағы бірлескен жобаларды іске асыру және салалық ынтымақтастықты тереңдетуді көздейтін келісімдерге қол қойылды. Әсел Қалкен, Ахмедияр Ильясов, Хан ТВ, Астанадан, президенттің телерадио кешенінің қолдауымен.